Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Табиғат ресурсының көздері. Бүгінгі сабақта табиғат ресурсының көздерімен танысып, оларды топтарға ажыратып үйренесің. Балалар, фотосуреттерге назар аударыңдар. Адамдарға күнделікті өмірде не қажет? Берілген ресурстардың қайсысын біз күнделікті өмірде пайдаланамыз? Дұрыс. Ауа, күннің жарығы мен жылуы. Су көздері. Табиғатта судың қайда кездесетінін еске түсірейік. Табиғатта су тау өзені, сарқырама, бұлақтар, көл, теңізде кездеседі екен. Өзен суы бастауын қайдан алады? Дұрыс, бұлақтан. Бұлақ әрқашан таза және мөлдір болады. Су қандай ресурс көзі? Тұщы су, ауыз су, электр энергиясы, балық шаруашылығының көзі екен. Теңіз суы емдік мақсаттарда қолданады. Одан қажетті заттар алады. Мысалы, йод өндіріледі екен. Жер байлығын пайдаланып отырып адамдар қандай ресурстарды өндіреді? Жер байлығын пайдаланып отырып адамдар мына ресурстарды өндіреді екен. Шалғындық, егістік, бау-бақша, бақ, қала және жол. Адамдар жер беті мен жер астынан құрылысқа, отын мен тыңайтқыш өндіруге қажетті табиғат байлықтарын алады екен. Қала, жол және басқа көптеген нысандар салады. Балалар, табиғат ресурстарының көздерін қандай топтарға бөлуге болады? Суреттерге назар аударыңдар. Ауа, су, жер, жануар, өсімдік топтары деп бөлуге болады екен. Балалар, есте сақтайық, су, атмосфера, жер, өсімдіктер мен жануарлар табиғат ресурсының көздері болып табылады екен. Балалар, теңіз суы бағалы ресурс болып есептеледі. Одан көптеген пайдалы заттар алынады екен. Соның бірі ас тұзы. Оны алу үшін теңіз суын арнайы хауыздарда буландырады. Тұз хауыздың түбіне тұнады. Содан кейін оны тұз сорғышпен жинап алады. Қазақстанда арал тұзын осылай өндіреді екен. Ойлан, Қазақстан неліктен табиғат ресурстарына бай мемлекет деп саналады? Қазақстан Республикасы аумағынан көптеген табиғи байлықтар табылған. Олар көмір, мұнай, металл кендері, алтын. Ал егістікке егін егіледі, қалалар тұрғызылады. Өзен мен көлдер балықтарға бай. Шаруашылықта үй жануарларын өсіреді екен.